Өлтіремін дейді. Үш балаңмен қосып өз қолыммен өлтіремін дейді. Дүкен Мәсімханұлының мына сұмдық сұрқия сөзі, бұл адамшылықтан безген, ардан безген мына сөзі қазір бүкіл дүние жүзі ақпаратын шулатып жатыр. Әлі алдыда екі медиа жазады, қазір мынау Американың медиасы жазды. Бірі кантониз, бірі мандарин тілінде. Міне жоғарыда берген сілтемені бөлісіңіздер, таратыңыздар. Анау бөлісілу рет санын 1000-нан асырып тастаңыздар. Кантонизі онша маңызды емес, оны бөліспей, мына мандаринін бөлісіңіздер. Енді осы Американың Азат Азия радиосының осы ақпараты енді ертең Дүкенді жаңағы Қытайдың жақтасы ретінде 20 жылға соттауға, халықаралық сотта Дүкенді кәдімгідей түрмеге отырғызуға толық дәлел болады. Кеше 16 желтоқсан күні мен Америка Құрама Штаттарының Нью-Йорк қаласылық әділет басқармасынан лицензиясы рұқсаты бар нотариуске барып, Дүкеннің осы мессенджердегі қоқан-лоқы сөзін аудартып, бүкіл мессенджерді көрсетіп, анау Facebook өзінің аккаунт, өзінің нәрседерін бәлен жылдан бері салып келе жатқан ескі аккаунт. Бұндай танымал тұлға ондай фейк аккаунт аша алмайды. Ашса да бірден жариялап тастауға толық құқылы, еш жерде жарияламаған. Сонымен бұл аккаунтты ағылшыншаға аудартып, енді соны Америка Құрама Штаттарының Қытай зерттеу орталықтары, ұлттық қауіпсіздігі, жаңағы Қытай қаупінен сақтануға қатысты барлық мекемелері, медиалары, саяси зерттеу орталықтары, тіпті Ақ үйдің қатысты мекемелерінің барлығына кіргізіп тастадық. Тіпті негізінде Қазақстан үкіметі Серікжан Біләшұлына іздеу жариялау туралы 14 желтоқсан 2021-де сот ашамыз деп артынан 20 желтоқсанға ауыстырған осы оқиғаның барлығы қазір бұл батыстың бүкіл саясаткерлері мен бүкіл ақпарат саласының ғылыми зерттеу орталықтарының барлығының назарын аударып тұр. Дәл осы сәтте Дүкеннің өстіп қоқан-лоқы жасауы, 3 сәбиге дейін өз қолыммен өлтіремін, тұқым тұқияныңды қалдырмай қырамын деуі, бұл енді тап-таза Қытайдан тапсырма алып отырған адам. 2017 жылы июнь айының 23 күні Американың Radio Free Asia медиасында Дүкен Мәсімханұлының Қытайда қазақтарға жала жапқандығы туралы ақпарат жарияланды. Ол ақпаратты мен жариялатқан, барлықтарыңыз білесіздер. Онда Дүкен Мәсімханұлы Қытайдағы қазақтарға жала жауып, Қытай Коммунистік партиясының қазақтарға жасаған геноцидтік, зұлымдық саясатын ақтап, Қытай Компартиясының ондағы қазақтарды тұтқындауы, ол қазақтардың өз қателігінен олар жаңағы Сирияға, Орта Шығысқа барып, ұйғырлардың экстремистік, сепаратистік, радикалдық топтарына қатысқандықтан Қазақстанды транзиттік ел ретінде пайдаланып, шетелге шығып, сондай ұйымдарға қатысқандықтан ұстады деп Қытай Коммунистік партиясын ақтап, Қытай Коммунистік партиясының қылмысын судан, тұнық сүттен ақ қылып дәріптеп, қазақтарға жала жапқандығы үшін біз соны Америка медиасында жариялағанбыз. Және бұл сұхбатын Дүкен Мәсімханұлы Еуразия ұлттық арнасында қазақстандық медиада ашық сұхбатта өзі бергендіктен біз оны аударып жариялап, бұны Қытай өкіметінің қылмысын жаңағы ақтаушы деп Америкаға таныстырғанбыз. Енді мына ақпараты, дәл қазіргі мына 3 балаңа дейін өлтірем өз қолыммен деген ақпараты қазір бүкіл дүние жүзін дүр сілкіндіріп отыр. Міне қазір Дүкеннің осы сөзіне байланысты Америкадағы арнайы саяси тұлғаларды қорғайтын мекемелер енді қазір мені осы өлім қаупінен арашалау мәселесінде арнайы қаржы бөліп, мені жаңағы арнайы қорғауға алу мәселесін міне кешеден бері талқылап жатыр. Ол деген сөз бюджеттен қаржы бөлініп, қандай да Қытайдың шпиондары немесе Дүкен Мәсімхан сияқты Қытайдың жаңағы ит аяғынан жуынды шетіндерден маған келетін қандай да бір зардаптар туралы алдын ала мәселелері қарастырылып жатыр. Егер шынайы қарулы күзет қойылып, мен қарулы қорғауға алынатын болсам, онда ол да мәлім бір тұрғыдан алғанда мен үшін пайдалы жұмыс болғалы тұр. Сондықтан жоғарыдағы Дүкен Мәсімханұлының мені өлтірем деген сөзін, менің 3 баламды өз қолыммен өлтірем деген сөзін міне Американың медиасы жазды. Осыны жаппай бөлісіңіздер, таратыңыздар. Жаңағы медианың бөлісілген санын 1000-нан асырып жіберіңіздер.
бұл деген сөз келесі жолы тағы осы Қытайда қорлық көріп жатқан қазақтардың тақырыбын осы медианың жазуына түрткі болады. Себебі олар әр аптада, әр айда жаңа қандай ақпарат көп оқылды, көп таратылды, қандай ақпаратқа көп комментарий жазылды, қандай ақпарат халықтың ортасында таралымы жоғары болды, сол ақпаратты келесі жолы бірінші кезекте жариялайтын ақпараттардың тізімдігіне енгізеді. Ал жұрт оқымаған, қызықпаған ақпараттарды автоматты қалдырып отырады. Келесі жолы соған қатысты немесе соған ұқсас ақпарат жарияланбайды. Сондықтан қазақтар Қытайдағы қазақтарымызды құтқарудың жалғыз жолы ашық ақпарат. Қытайда тұтқындалған, қамалған қазақтардың мәселесін көтердік. Осы ақпаратта тек менің басыма төнген қауіп туралы ғана емес, Қытайда қазақтарды қайтадан тұтқындау басталғандығын, бұрынғыдай қатаң түрде қолына көзір, аяғына кісен, басына қарақап кигізіп тұтқындамай, енді жаңағы жай келіп, сен бәленшайдың бәленші күні барып саяси үйренуге қатысасың деп жұмсақ түрде тұтқындап жатқандығын мен сұхбатымда айттым. Бірақ бұл жолғы тұтқындау негізінен Қазақстанда туысы жоқ қазақтарға бағытталған, және Қытайда ресми түрде қазір қазақтар туралы тексеру қызметі қайта басталған. Кімнің Қазақстанда туысы бар, кімнің туысы жоқ, ол туысы қайда тұрады, не істейді, қандай жерде, байланыс телефоны қалай, адресі қалай, суреті бар ма, бұрынғы құжаты қалай, қазіргі Қазақстан азаматтығын алса құжаты қалай, соны туыстарынан қыспақ қалып, алдап, үркітіп, қорқытып жинап жатыр. Ондағы мақсат біреу ғана, бірі Қазақстанда туысы жоқ қазақтарды енді Қытай тұтқындап, құлдық жұмысқа салып, тіпті сойып жастарын, бауыр бүйрегін сатып, ырығын байлыққа кенелу жоспарын жасамақшы. Ал Қазақстанда туысы барларға жаңағы тиісетін болса да, бұны екінші кезекте, яғни бұны тиіссек, бұны сойсақ, бұны құлдық жұмысқа салсақ, туыстары арызданады деп, сол қазақтарды екіге айырмақшы. Яғни іздеушісі бар қазақ, іздеушісі жоқ қазақ деп. Сондықтан бұл жерде өтініш жұртқа, бұрын енді тіке туысыңа, бір туған аға бауырыңа, жұбайыңа араша түскен болсаң, енді руласыңа, тайпаласың араша түс. Жерлесің араша түс. Міне, білесіздер, міне, бір рудың ішінде болсаң, менің ағам еді, руласым еді деп ашық айт, менің руласым еді. Себебі руласым дегенде, Америкада ағылшын тіліне аударған кезде біз family деп жазып береміз. Немістің де, француздың да, италияның да бәрі ол сол family деген сөз, рулас деген сөз. Көбінде бір фамилия, сол бір тек, бір әулет, біз оны әулет деп аударып жібереміз. Өз шын мәнінде де ру деген ұғым, сол әулет, бір фамилия, бір тек. Соны аламызда жазамыз түсіндіріп, мынандай ру деп тұрып. Сөйтіп, әр қазақ сол Қытайдағы 5 миллион қазаққа іздеуші болайық. Сонда Қытай шарасыз қалады. Қытай шарасыз қалады. Бұл бір. Екіншісі, олар енді Қытайдағы қазақтарды, Қазақстанда туысы бар қазақтарды сенімсіз қазақ деп жұмыстан шеттете бастайды да, Қазақстанда туысы жоқ қазақтарды сенімді қазақ деп өздерінің жаңағы жұмыстарына қоймақшы. Бұл да анау Мау кезінен қалған дүние. Тайванда туысы бар, Гонконгта туысы бар қытайларды сөйтіп әскери қызметтерден, маңызды салалардан шеттеткен, енді сол саясатын қазақтарға қолданбақшы. Бірақ бізге ол жерде қазақ мансапты бола ма, болмай ма, онысы миллионыншы мәселе. Бізге бірінші кезектегі маңызды мәселе ол жердегі қазақ мейлі оның мешіті шағылып кетсін, оны қорғай алмаймыз. Мысалы, мешітті қорғайтын мұсылман елдер үнсіз тұр. Біз олардың мешітін қорғайтын, бізде қауқар жоқ. Мектептері шағылып кетті, олардың тілін қорғайтында шамамыз жоқ. Бізге біріншісі оның мешіті мен мектебінен бұрын оның адам ретіндегі өмір сүруін қорғап, сол ең бірінші олардың тірі қалуын қорғап қалсақ болды. Яғни олардың жаңағы адам ретінде аман қалуын қорғап қалу, ол ең бірінші нәрсе. Ең бірінші нәрсе. Сондықтан біз бұл жерде әрине үгіт насихат керек. Әрине, егер біздің шамамыз жетсе, олардың тілін қорғап қалу керекпіз. Шамамыз жетсе, олардың діни наным сенімін қорғап қалу керекпіз. Бірақ діни наным сенім менен тіл мәселесі бұл жерде өмір сүру мәселесі үшін алғанда ол енді кейінгі мәселелер. Сондықтан алдымен біз ол жерде қазақтың тірі қалған тақырыбын көтеріп алайық. Алдымен оларды тірі сақтап қалайық, сойысқа кетпесін, бауыр бүйрегі, өкпе жүрегі сатылып $1 миллион кетпесін әр қазақтың атпал азаматы ұл қызы. Біріншісі солардың жаңағы толық құқылы азамат ретінде тірі қалуының мәселесін көтеріп алайық. Оларға сұрақшы болайық, жоқшы болайық, қорған болайық, іздеушісі болайық. Әр қазақтың Қазақстанда іздеушісі барын, шетелде іздеушісі барын, ол қазақты Қытай өз бетінше білгенше қамап, соттап, сойып, бауыр бүйрегін, өкпе жүрегін сатып, ақша жасай алмайтындығын, құлдық жұмысқа жексе, мына жақта біздің іздеуші болатынымызды, өре түрегелетінімізді Қытай білуі керек. Сондықтан бұл мәселе
сіздердің естеріңізге қайталап салам, Дүкен Мәсімхан мен менің жеке бастық араздығым емес. Дүкен Мәсімхан, алысын айтсаң, менің үлкен қайнатама туыс болып келеді. Менің келіншегімнің жаңағы баққан атасы мен әжесінің қолында өскен, солардың үйінде дастархандас болып, солармен жақын болып бір аталастықтары бар ма? Сондай енді, қаншалық туыс екенін білмеймін, сондай. Ал енді, сондықтан бұл жерде жеке бастық араздық жоқ. Өмірімде Дүкенді көрген адам емеспін. Мен бар болғаны оның қылмыстарын әшкереледім. Қытайдағы қазақты экстремист, террорист, сепаратист деген қылмысын Америка медиасына шығардым. Бұл бір. Екіншісі, оның Қытайдың орыспен ұстасып Орта Азияға соғысып жатқан кезінде, яғни Балқашқа дейінгі біздің жер деп Қытай өтірік тарих жасаған кезде, Қытайдың сол кездегі мәдениет министрі болған, Қытайдың сол кездегі премьер-министрінің орынбасары болған Гоморо деген өте жағымпаз Мао Цзедонның жалдамалы иті болған Қытайдың ақыны бар. Өте талантты ақын болды Гоморо. Өте талантты ақын болды, бірақ өте сұмырай, ұлтшыл, екібеткей, арсыз болды. Сталинді сенің қасыңда күннің өзі қараңғы болып қалады, сен 100 миллион күннен артық жарықсың деп жағымпазданып өлең жазған адам, Мауды мақтап аспан ұшырған адам, жағымпаздықты шегіне жеткізіп меңгерген сол Гоморо, мынау Совет одағы мен Қытай Орта Азияға таласып соғысады, мына Буратал менен мына Тарбағатайдың Алашан-Күде түйіскен жері Алатау аузында, сонда Қытайдың қалың әскерінің бейіті бар. Сол бейіт, сол Қытайдың Совет қырған әскері, өз жерде көбінде қазақ әскері болған, қырып тастады. Сол бейітке әр жылы біздің бала күнімізде ішкі Қытайдан топ-топ болып Қытайларға бейіттің басында аңырап жылайтын, арағын құйып, арағын ішетін, соны көріп өскенбіз. Енді осы Тарбағатай Бураталдың Қазақстанмен шектескен Алатау аузында бір қырғын соғыс болады, Даман аралында қиыр шығыста бір қырғын соғыс болады, оны Қытайлар жымбаудау дейді. Хрущев сол кезде жынданып Даман аралын бомбылап, оны картадан өшіріп тастайды, аралдың күлін көк ұшырады. Бұл Қытай ежелдің ежелінен енді өстіп, Советпен соғысқан кезде енді қолдан тарих жасап, Либайды Орта Азияда Балқаш көлінің бойында туған дейді. Либай Сычуанның Қытайы. Орта жазықты аралаған Қытай, ол мүмкін емес оның Балқаштың бойында ту. Қолдан тарих жасайды, сол тарихты ойбай, либай, дулат екен деп, біздің қалың надан, ұлтшыл, рушыл, жаңағы тайпашылдықпен ауыратын бір топ наданға Қытайдың қайда екенін де білмейтін, Советтің жаңағы құлдық санасынан арылып болмағандар, енді өтірік кезіндегі Советті мақтап, орысты мақтап өлең жазатын сұмырайларды алдап соғып, енді олар аяқ астынан рушыл, ұлтшыл болып, көріну үшін жаңағындай тақырыпты жазады, оның артында Қытай тұр, сөйтіп Либайды Балқаштың бойынан шығарады. Бұл сол Гомороның жоспары, орыстарға дәлелдеп, Орта Азия ежелден біздікі дегенді дәлелдеу үшін. Сосын екіншісі Кехменер деген ақынды қолдан табады. Тұрпаннан жердің астынан 2000 жылдың алдындағы ескі қағаз шығады. Кәдімгі сары қағаз, сабаннан жасаған. Сол ескі қағаз карбонмен тексерсе 2000 жылдың алдындағы ескі қағаз екендігі дәлелденеді. Кәдімгі Тұрпан деген енді 50 градус ыстық, сол ыстықта жаңа қағаз кеуіп топырақтың астында жатқан. Білесіздер, Тұрпанда мың үй деген буддистердің бұтханалар тұрады. Онда сол түркі халықтарының ежелгі атам заманда Манихей діні, Зордошты діні, ана дін, мына дін замандағы ескі тарихи қабірлер тұрған. Сол қабірден шығады. Сөйтеді жаңағы Гоморо бұл ескі қағазды көріп қуанып кетеді де өз өлең жазады. Гоморо осы заманның адамы. Оның сөздік қорында, ескі заманның сөздік қорында мың құсатса да, ескі заманда жоқ сөздер кетіп қалады. Яғни кейінгі пайдаланылған сөздер кетіп қалады. Сөйтеді де, мысалы, Абайдың заманында қол жетімді деген сөз жоқ. Бұқар жыраудың, Қабанбай Абылайдың заманында қол жетімді, немесе тағы басқа көп балалы ана, жалғыз басты ана дейтін сөздер жоқ. Олар кейін шыққан сөз. Тура Гомороның өлеңінде сондай кейінгі заманның сөзі кетіп қалады. Және Мао Цзедон заманда мәжбүрлеп Қытай жазуын ескі иероглифті қысқартып, жаңа иероглиф жасап, Қытайдың ана қойқиған, шойқиған ескі иероглифін жаңағы бұтақталған ағаш сияқты, немесе жүні қырқылған қой сияқты қысқартып әріптерін, сөйтіп қарапайымдастырамыз деген кездегі ескі қысқартылған әріптен бір-екеуі кетеді. Ол Қытайдың заманында ол әріптер ол әлдеқайда күрделі болып жазылған. Сөйтіп Гоморо алады да екі каллиграфшыға, яғни құсни қатшыға алып, өзі жазған өтірік өлеңді жаңағы ескі қағазға жаздырып,
оны жердің астынан тауып алдық деп, Кехменер деген ақын болған, ол қазіргі Қазақстанда территориясында туған, ол ақын қытайша өлең жазған, ол ақын орталық жазықты, яғни Қытайдың жаңа Чаңан қаласын сағынып, Қытайдың мынау ішкі Қытайды сағынып өлең жазған, сол мына қазіргі Қазақстан жерінде туған, ол Қазақстанды орыстар басып алды, ол ежелден Қытайдың жері деп Гомора соны дәлел ретінде сол заманда бүкіл Қытайдың медиасына көрсетеді, оқулыққа дейін енеді. Сөйтіп тарихта жоқ Кехменер деген ақын шығады. Енді Дүкен Мәсімхан алады да, осы Кехменер ақынды Жаркенттің Кетпен тауында туған деп, сол мына Қытайдан тапсырма алып келген сұмырай, Қазақстанды Қытайдың жері деп дәлелдеуге тапсырма алған сұмырай бұл. Сөйтіп Жаркенттің Кетпен тауында шықты дейді. Қане тарихи дәлел? Кетпен тау қайда, Кехменер қайда? Ол Кетпен тауда туған болса, оған қандай жазба керек, қандай энциклопедиядан алдың? Жоқ, ештеңе жоқ, өтіріктен жазады. Себебі бүгін Дүкен жазып кетеді, ертең ел Дүкенге сілтеме беріп, Дүкен өстіп айтқан деп, бұны іліп алып кетпекші. Қытайдың Қазақстанды жаулап алуына тарихи, геосаяси, идеологиялық негіз қалап бермекші. Сөйтіп онысымен қоймай, Кетпен тауда туған, Алматы облысы Жаркенттің Кетпен тауында туған, өтірік жасалған, тарихта болмаған Кехменер ақынды қазақ энциклопедиясына енгізтеді Дүкен. Дүкен Мәсімханұлы қазақ энциклопедиясына енгізтеді. Сөйтіп бұл жерде бұл Қазақстанның энциклопедиясына, заңды басылымына шыққанды Қытайлар іліп алып кетіп, Қазақстанның ұлттық энциклопедиясында Кехменер ақынымыз туралы жазылды, қазақтардың өзі мойындап жазды деп әгілер іліп алып кетіп, яғни қазақ жері Қытайдың ежелгі жері дегенді дәлелдеуге тырысады. Сол Дүкеннің осы қылмыстарының бәрін біз әшкерелеп тастағандығымыздан, бұл жерде жаңа қазақ тарих ғылымдарының ғылым кандидаты, кезінде Шығыс Түркістан азаттық жолында бүкіл өмірін сарып қылған, Совет одағына менің туған жерім Бураталдан қашып өтіп 15-20 жыл бойына босқын мәртебесін ала алмай Совет одағында қақпайланып өмір сүрген, Шығыс Түркістанды азаттық қылатын соңғы Оспан Батырдан қалған күресті жалғастырушы, менің туысым, жерлесім Айтан Нүсіпханұлының сенімді серігі болған Әлімғазы Дәулетхан Ақсақал да осы Дүкеннің осындай тарих ғылымына жасаған қиянатын, ұлтқа жасаған қиянатын бізден әлде қайда бәленбай жыл бұрын әшкерелеп, дәлелдеп, мерзімді басылымдарда жазып тастаған. Ал Әлімғазы Дәулетханұлы Ақсақалдың жазған ғылыми мақаладарын біз оқытып, аудиосын салып, каналымызда жарияладық. Ол кісінің өзімен сұхбат жасап, оның бәрін жарияладық. Кейін біз интернетке кіріп, Қытай жазушылар одағының өзінде жарияланған, қазіргі сайттың өзінде қолжетімді тұрған Кехменер деген ақынның болмағандығы, жаңағы каллиграфшының кейін мойындауы, мен ол өлеңді жаңағы тапсырма бойынша жаздым, шын мәнінде оны оқулыққа еніп, орыс пен Қытайдың ортасындағы геосаяси дауға тұздық болатындығын білген жоқпын. Ол өлеңнің кім жазғанда білмеймін, маған мына өлеңді мына ескі қағазға көшіріп жаз, қате жіберме, бұл деген бәленбай мың жылдың алдында құнды қағаз, біреу ғана, ешбір жерін қате жібермей жазасың дегеннен жазып бердім. Кейін оның музейге кететінін, Пекинге кететінін, оқулыққа енетінін білген жоқпын деген мойындауы жазылған мақаланы Қытай жазушылар одағының сайтынан алып шығып, 2020 жылда мен осы туралы лекция сөйледім. Және бұл сайттың сілтемесін бердім. Дүкен Мәсімханұлы өзінің қазақ халқына жасаған осы қиянатын ғылым ретінде, тарих ғылым ретінде ақтай алмай, маған нақтылы дәлел дерек көрсете алмай, енді ашуға, ызаға басып, Қытай билігінің тапсырмасы бойынша мені өлтірем деп қоқан-лоққы жасап, мені қойшы, асарымды асап, жасарымды жасадым. Құдай берген, міне 47 жасқа өмірімізді сүрдік. Міне декабрьдің, желтоқсанның 22-сі міне 48-ге өткелі тұрмыз. Міне бірнеше күннен кейін, 5 күннен кейін. Ал енді менің дүниеге енді келген, әлі дүниенің қызығын көрмеген, міне 7 жасқа толмаған, 5-ке толмаған, 2-ге толмаған 3 ұлымды өз қолыммен өлтіремін. Тұқым тұқияның аман қалмайды деп менің бүкіл туыстарыма дейін қоқан-лоққы жасап отыр. Дүкеннің мына қылмысын бүкіл адамзат алдында әшкерелеп, тағы да Американың медиасына шығарып, оны нотариус деп бүкіл Американың жаңағы саяси құрылымдарына беріп отырмыз. Түптің түбі Қытай компартиясы құлайды. Және Қытай компартиясына арқа тіреп отырған, Қытайдағы қазақтарға, ұйғырларға жасалған геноцидпен тіке қатысы бар, және соны қолдап отырған, Қытайдың қылмысын жасырып отырған, және онымен жақтасып отырған, Қытайда туысы қамалған туыстарының құқын қорғап жүрген қазақтарды қайта-қайта тұтқындаған, және осы тақырыпты көтерген мені 7 жылға соттаған, мені қуғындап жатқан Қазақстан билігі
Әрине, Американың және Еуропаның санкциясына жазасын ұшырайды. Қытай компартиясынан бұрын Қазақстанның күлін көк күшіріп жіберу мүмкін. Бұл жерде мемлекет емес, осы мемлекетті барымталап отырған нұриттер, нұротаншылар және осы мемлекеттің қанын кеспей сор бүкіл қазақты қорлықта, зорлықта, зұлымдықта, аштықта, кедейшілікте, әділетсіздікте ұстап отырған мынау банды қарақшы 200 отбасы. Осы нұрғауындық жүйенің тасталқаны шығады Қытай компартиясымен бірге, тіпті одан бұрын. Сол кезде Дүкен Мәсімханұлы халықаралық сотта сотталады. Яғни оның өтірік ұрдап жазған сөздігі, Қазақ-Қытай сөздігі деген сөздікті Қытайдағы 20 шақты сынайман бастаған интеллигенциялы 1970 жылдарда жасап шыққан сөздікті ішіне бір-екі ауыз тың терминдерді, интернеттік терминді қосасап, мен аудардым деген ұрдығы, плагиатшылдығы, ғылымға, тіл ғылымына жасаған қиянаты, тарих ғылымына жасаған қиянаты, ұлтымыздың ұлттық мүддесіне, ұлттық территориямызға жасаған қиянаты, және маған жасаған осы қоқан-лоққысы, Қытайдағы қазақтарға ең ауыр күн туғанда Қытай компартиясын ақтап, қазақтарды кінәлі қылып, қазақтарға жала жапқаны, бұның барлығы ертең халықаралық сотта Дүкенді бейне 2-ші дүниежүзілік соғыста Нюрнберг сотында неміс фашистерін дарға асқан сияқты халықаралық сотта Дүкен Мәсімханұлында дарға асамыз. Сондықтан Дүкен Мәсімханұлымен дос жарам болып, дастарқанда сүрөмкөлес болып, онымен туыс болып, ойнас көңілдес болып жүргендер әлден шекараларыңды ажыратыңдар. Ертең сіздердің аталмыш достарыңыз халықаралық қылмыскер болып шыққан кезде ұялып қаласыңдар. Тойға барғанда фотоға түсуден де абайлаңыздар, себебі сіз ұлт сатқынымен бірге фотоға түсіп, тарихта аты жөніңіз сонымен бірге мәңгі қалып қалмасын. Дүкеннің бізге жасаған қоқан-лоққысын біз елеп ескермейміз. Бірақ қатысты адамды құқық ұйымдары дабыл қағуда. Өлім мен өмірдің қаупі бар деп дабыл қағуда. Дүкен Мәсімханұлының бұл қылығы, бұл тек маған және менің отбасыма жасалған қиянат емес, тұтас қазақ халқына қарсы Қытай компартиясының тапсырмасымен жасалып отырған зұлымдық деп бағалаймын. Құрметпен Серікжан Біләшұлы, Америка Құрама Штаттарының Нью-Йорк шаһарынан 2021 жылдың 17 желтоқсаны түскі сағат 12:30. Аман сау болыңыздар, сөзімізді таратыңыздар.